Бейімбет Жармағамбетұлы Майлин 1894 жылы 15 қарашада Қостанай облысында дүниеге келген. 1938 жылы 26 ақпанда Алматы қаласында қаза тапты. Қазақтың көрнекті жазушысы, ақыны, драмашысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Сауатсыздықты толық жою ұранын алға тартты. Сауаттылығы төмендерге арналған оқу кітабын 1929 жылы жазды. Күш сауаттылығы төмендерге арналған оқулықты 1930 жылы жазып шығарды. Жаңаша оқы және жас құралын 31 жылы және Ғабит Мүсірепов және Ситақовпен бірге сауатсыздарға арналған әліппені 1935-36 жылдары жазып шығарды. Қыпшақ тайпасының Қарабалық руынан шыққан. Бір жасқа толмай жатып әкесінен, 6-ға шығарда шешесінен айырылған. Жетімдік зардабын шегіп, байларға жалданады. Алғаш ауыл молдасынан оқып сауат ашқан. 1911-15 жылдар аралығында Троицк қаласындағы Уазифа медресесінде, Қостанайдағы орысша қазақша мектепте, Уфадағы медресе Ғалияда оқып білім алған. 1916-19 жылдары мұғалім болады, жазушылықпен шұғылдана бастайды. Қазақ ауыл газеттері мен Айқап, Садақ журналдарында жазып тұрады. Бейімбет Майлин еңбекшіл, қазаққа еңбек туы болып тұрған кезде-ақ ат салыса бастаған. Алғаш мақалалармен қатысқан ол әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, хатшысы да болған. Редакторлыққа дейін өскен, бірақ көп істемеген. 1920-22 жылдары газетті жасауға алғаш шығарушылар алқасы басшылық жасап, кейін жекелеген тұлғалар келе бастаған тұста басылымға Бейімбет Майлин секілді 7-8 адам жетекшілік еткені мәлім. Содан соң еңбекші қазақ, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде қызмет етіп, 1922-23 жылдары Қостанайдағы губерниялық ауыл газетінде шығарады. 1925-28 жылдары еңбекші қазақ газетінде қызмет етіп, қазақтың пролетар жазушылары ассоциациясын ұйымдастыруға қатысты. 1928-32 жылдары. Онан кейінгі 30 жылдарда социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары. Ауыл тілі, қазақ әдебиеті басылымдарының бас редакторы болып істейді. 1938 жылы жазықсыз тұтқындалып, қызыл қырғын саяси депрессиясының құрбаны болды. Бейімбет поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында 1913, Айқап журналында 14 жылы, Қазақ газетінде 1915 жылдары жарияланған алғашқы өлеңдеріне де ден қояды. Сахара жұртының мұң-мұқтажын, арман аңсарын, әсіресе азаттық, теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы Мырқымбай типтік кейіпкер деңгейіне көтерілген жиынтық бейне. Мырқымбай бейнесі арқылы Бейімбет сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс бітімін, уақыт, қоғам аясындағы тіршілік тынысын суреткерлік шыншылдықпен бедерлей алған. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып,
өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның байдың қызы Разия қызы, қашқын келіншек Зайкүл, Маржан, өтірікке бәйге, хан күйеуі, кемпірдің ертегісі, бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Бейімбет Майлин дарыны оның прозалық шығармаларында айрықша жарқырап көрінген. Әсіресе қазақ прозасында әңгіме жанры Бейімбет шығармалары арқылы кемелдене түсті. Оның әңгімелері өмір шындығын дөп басып көрсететін реалистік тегеурінімен, көркемдік биік өрісімен, тақырыбының әр алуандығымен дараланады. Ол көркем әңгімелері арқылы өзі өмір сүрген заман тынысымен, қоғам өмірін энциклопедиялық кемелдікпен сомдай алған ұлы суреткер. Бейімбет 15-ке тарта повест, бұған қоса Азамат Азаматович атты роман жазған қаламгер. Оның Қызыл жалау, Қоңсылар атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі ұсақты 25 пьеса, либретто сценарийлердің авторы. Ғабит Мүсіреповпен бірге Амангелді фильмінің сценарийін жазған. Бейімбет Майлиннің шығармалары қазақ әдебиетін барлық салада байытқан, рухани асыл қазына ретінде халқымен мәңгі бірге жасайтын болады.